Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық үстелге ұсынылатын екі түрлі салаттың рецептісін ұсынамын. Біріншісі селедка под шубой. Картошка 3-4 дана, селедка 300 грамм, сәбіз 2-3 дана, жұмыртқа 4 дана, свекла, яғни қылша 350 грамм, жуа 100 грамм, майонез. Үкіштен алдыменен картобымызды өткізіп аламыз. Содан кейін ыдысымызға саламыз. Картопты тегістеп аламыз. Кішкене тұз қосамыз. Содан кейін майонезімізді жағып аламыз. Енді жуамызды екіге бөлеміз. Ұсақтап турап аламыз. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Балығымызды турап аламыз. Ұсақтап. Жуанын үстінен саламыз балығымызды. Бәрін бірге араластырып аламыз. Енді картоптың үстінен саламыз. Тегістеп аламыз. Енді жұмыртқамызды үкіштен өткіземіз. Балығымыздың үстінен жұмыртқамызды саламыз. Тегістеп алған соң майонез құямыз. Майонезімізді тегістеп аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Жұмыртқаның үстінен сәбізімізді саламыз. Майонезбенен жағып шығамыз. Енді қылшамызды өткіземіз. Қылшамызды сәбіздің үстінен саламыз. Енді майонез жақпай укроппенен шырша жасаймыз. Және де әсемдік үшін гранатпенен әсемдеп шығамыз. Селедка под шубамыз дайын болды. Келесі салатымыз тигренок. Оған 300 грамм тауық еті керек, 3 дана картошка керек, 2 тұздалған қияр керек, 4 дана жұмыртқа, 3 сәбіз керек, және де чернослив керек. Тағы да ең алдыменен картошкамызды салып аламыз, үкіштен өткізілген. Бастырып шығамыз. Содан кейін майонез жағамыз. Майонезімізді жағып шығамыз. Кішкене тұз саламыз. Тауық етімізді тураймыз. Тауық етін ұсақтап турап алыңыз. Картошкамыздың үстінен тауық етін саламыз. Майонез жағып шығамыз. Тұздалған қиярымызды кесеміз. Тұздалған қиярымызды ұсақтап тұраңыздар. Енді тауық етінің үстінен туралған қиярымызды салып аламыз. Тегістейміз. Майонез жағамыз. Үкіштен жұмыртқаны өткіземіз. Соленый огурцының үстінен саламыз. Тегістейміз. Кішкене тұз себеміз. Майонез жағып аламыз. Үкіштен сәбізімізді өткіземіз. Жұмыртқаның үстінен сәбізімізді саламыз. Черносливімізді осылай ұзын-ұзын қылып кесіп аламыз да жолбарыстың полоскаларын жасап аламыз. Екі салатымыз да дайын болды. Енді тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз.